тоқсандық теориясы нарықты басқаратын жүйе. Лимитқа қойғам, лимитқа баға жетпей, осы свечада уже реакция алып бара жатқан кезде мен уже рыночный кіріп кеттім. Лимиткама жетпей қалды чуть-чуть. И баға қайттан тағы лимиткамды алды. Сонда екі позиция ашылды менде 0,5 лотпен. Бірақ сонда менде риск аз болды. 75 мың теңге болды ма, стоп сондай болды сол кезде. Мынандай позиция болды. Алмай қалады осындай кезде. И мен рынок бойынша кірдім, тағы бір лот. И сосын тағы қайттан лимиткамды алып жүрді. Солайша екі позициям ашылды менің. Екеуді без убытпен ұстадым. Әлі де ұстап отырмын. Бір позициямнан мен шығып кеттім айтпақшы. Жалпы екі сценарий жібердім лонгқа. Мына ғой, яғни біреу екеу. Біріншісі стоп алды. Енді сол кезде бір кісі кіріпті. Сол ойынша стоп алған. Сол бойынша стоп алды. Ал екіншісі нен баға разворот алды. Хотя мен бұл жердегі ойымды жеткізе алмадым. Яғни тек қана график бойынша жібердім, және мен жазып жібердім. Бүгін күн скип жасаймын деген. Ал бұл жерге келетін болсақ, ликвидность, KLL, 6 сағат 2 сайын деформация, және 90 минутта 2 сайын деформациясы болды. Яғни ликвидность ол бізде мына жер. KLL бізде RBS. XIMD 6 сағаттық XIMD. Және 90 минуттық XIMD. Все. Бұл жердегі позициямен берген прибыль 2 лотпен кіргем, айтпақшы 0,5 лоттан 2 кірдім. Жалпы бүгінге скип атидем деген ойлағам, момент жақсы сделка келіп қалды. Лонгты дүйсенбі күткені дәл осы аймақтан бүгінгі күн 4050, яғни 4700 бағана айтқандай аймағында қалғанда дүйсенбі күн PDL тазартып, сол KLL-ден қарайтын едім. Long expansion ерте басталды. Expansion уже фазасы ерте басталған сияқты. Без убыттықпен әрі қарай кеттік дедім. Осы кезде мен бағанаға бірінші позициямды жауып тастадым, бір сделкамды жаптым, екіншісін бұл мен ұстаймын дедім. Бұл мен әлі ұстау үстіндемін. Цель жалпы мына жақта. Цельге баратын болса, үлкен прибыльмен шығам, 2 миллион бір деңгеймен шығам. Жалпы негізі енді бұл ситуацияда енді дүйсенбі гэппен ашылса дұрыс болады. Гэппе лонгқа берсе, осылай бір лонг берсе, ары қарай жай әкетіп қалады. Текқа дейін. Жалпы ойым осылай. Бүгінгі разбор осылай болды. Негізі алтынға. Тұтаңыз уже 1 сағат болыпты. 1 айлық разбордың өзі алтынға болыпты. Дайте евроға өтейік. Евроны жасамадым оны сірәлі. Так, қараңыздар. Евроға. Енді қараңыздар, алтынға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Өздеріңіз комментарияға жазып кетіңіздер ойларыңызды. Мысалы, қанша позиция болды? Статистиканы айтпай ақ қойын өзім енді. Бұның бәрін өздеріңіз айтыңыздар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Қандай позиция, қандай әрелермен ұсталғаны. Статистика өте жақсы бұл айдағы. Евроға кеттік онға. Евро бізде 6 июль сол күні берілген. Так, евроға бұл айда өте көп позиция берілмеді, айтарлықтай. Көп қарамадым яғни. Бұл алтын көп фокус алтынға қойылды яғни. 6 июль. Біз қай таймфреймнен бердім, аны 2 сағаттық таймфрейм. 1 сағатта болды. Мынаны мен ішкі ликвид. Және де жоқ 1 сағат 2 сағаттан қарау керек. Бұны 1 сағатта көрінбейді ол. Классикалық дейін.
классикалық ви және менің тейкім, яғни қарайтын мақсатым осы аймақ болды. Хайп. Қараңыздар қалай орындалған. Баға бізде жай ғана бұл жерде ішкі ликвидпен жұмыс жасады. Мына жақта ішкі ликвид и мынау KLL-дан астыға беріп жүрді осы моментте. Қателеспесем, мен позицияның жартысын осы жерін жауып, қалғаны бұл позициямен кеткен. Лонг позициясын осы аймақтан күтемін. Ішкі ликвид, KLL, XIMD формациясы. Так, мына жер не болып кетті бізде. А вот 2 сағат болған екен, көп тұр кішкене. XIMD формациясын күттім яғни. Ал что там? XIMD формациясы ма бізде? Мынадан уже кетіп тұр баға. Аккумуляция, манипуляция и кетті бізде. Бағана айтқан ликвид и на классикалық аға келген. Қараңыздар. Ликвидтер орындалды, бірақ жалпы жоғарыдағы лонгқа жете алмады, тағы бір астыға коррекция жасатты. Мына жақта KLL-дан содан жетті ма? Одан кейін бар кеткен. Тағы коррекция жасап жеткен екен. Бірақ менің мақсатым сол күні орындалмады. Неде осы жерде де мен ойлағам шорт позициясын. Бірақ мен оны жібермедім. Бұл позиция ашылған кезде так ары қарай менің 5 минутта не болды? 7-ші күні вторник күні екен. Лонг позициясын қарағам, манипуляция уақытысында. Осы жерден қараған екен мен лонг позициясын. Примерно осы жерден манипуляция кезінде. Бұл жерде KLL не болды бізде бұл жерде? Нақты бір әдем KLL көрмедім, 25 салған шығар. Негізі идеальный позиция емес. Бумен шықтым бұл жерде. Екі жақтылық, SSMT болды. Біріншін корреляция болды фунтпен еурода. Мен ойладым, осы момент уже хайға барады деген. Бірақ жоқ, бұл дәл солай, дәл мына сценарийді қайталап, дәл ішінде қайталап тұр мына жерде. Қараңыздар, ішкі ликвидность, KLL, классикалық. Дәл осыны қайтадан қайталап тұр бізде. А вот осы кезде біз XIMD формациясын қарау керек еді. Қарасаңыздар, XIMD әдем кетті. Бұл бізде Q1 high. Ішкі ликвидтеп тұрған жеріміз. Ал мынау бізде классикалыға. Манипуляция и кетті. 90 минут тоже IMDX формациясы орындалған бұл жерде. Осылай шорт позициясын қарау керек еді бұл жерде. Осылай менде безылтықпен шықтым. Мына жерден уже лонг қалды, үшірейіне қайттан астыға келіп. Бұл мен алып өтті. Мен берген позиция келесі. Міне. Бұл уже, я айттым ғой, бұл айда бір 2 рет позиция берген ба, үшеуі ғана берген. Мынау үшіншісі получается. Мынау осы 4 күн берген. Бұл енді өте идеально орындалды. Қараңыздар, просто қараңыздар. Осы лонгты статыққа получается біз. Так, дәл осы мені ютубқа салғам сабақ.
яғни апталық профайл, яғни баяспен жүру бағыты, яғни пвх пвл мен баяс қалай орындайды. Осы сабақты, сол сабақты қарап, 6-7 сабақты қарап, дәл осы жерден анализ жасай алатын едіңіз, сіз сол ситуацияны таба алатын едіңіз, егер дұрыс қараған болсаңыз. Давайте мен сізге соны толығырақ түсіндіріп берейінші. Жерде біз апталықтан бастайық, яғни бізде алдыңғы апталарды қарайтын болсақ, енді қараңыздар, былай істейік. Давайте осы жерге қайтайық та. Осы жерден қарайық не болған екен. Яғни мынау бізде пвх. Келесі аптаға болады ғой пвх. Ал бізде пвл. Так, енді біз не қарай аламыз осы моментте? Біз күндікке өтейік. Так. Күндікке өттік. Қараңыздар, тағы бір қарап өтейін. Апталықты бізде алдыңғы аптаны, бұл апта, яғни хайында, пвх-сын да, пвл-ды тазартқан. Ал бұл апта оның алдындағы аптаның, то есть пвх-сында пвл-ды тазартпады. Дәл солай, пвх-сында пвл-ды тазартпаған. Бұл не екен білесіздер ме? Мына жақта бізде хай мен лоуда қараңыз. Үштік ликвидность тұр ма жерде? Тазарылмаған ликвидтер. Яғни мынау лоулар тұр, 2 лоу, получится жоғарыда бізде 3 хай. Жоғары бізде үлкенірек, көбірек ликвид болып тұр бізде. Күндікке өтеміз. Қараңыздар, осы кезеңде не болған бізде? Былайсық. Понедельник. 5 күнді осылай қойық. Вик апта. Келесі күн қалай ашылады бізде? Келесі күн бізде байспірден жұмаға закреп жасады денесімен. Енді осы күннің ішін қарайық, не болған екен. Осы күннің ішін қарайтын болсақ, AMDX формациясы болған. Понедельник, яғни AMDX формациясы қалай? Мына ликвидтар тазартты. Қараңыздар, ішкі ликвидность. QL қараңыздар, қандай QL бар бізде? QML бар. Манипуляция и шорт. Бізде 90 минутқа XAMD формациясы. И дәл шорт кетті. Так, мына жер алып тастайық. Түсінікті болып жасап жатырмын бұл жерде. Енді күнге өтеміз. Бір күнге өтетін болсақ, біз нені көреміз? Закреп берді. Енді келесі вторник уже понятно. Вторник күні біздің целіміз мына лоу, я. Мына лоу аймақ. 15 минутқа кіреді да. Енді осы лоуға дейін ұстайтын позициямызды қарап көрейік. Қалай ұстауға болады. Так. Мен 4 бөлікке бөлдім бұл күнді. AMDX формациясымен қарайық.
бұл бізде не ликвидность бар, ішкі ликвидность болып тұр бұл жерде. Жоғарыда бізде K-level, қандай K-level бар, SBR бар, дәл сол жерде open close level тұр. Дәл солай. Бірінші кварталды өткізіп жүреміз. Манипуляция болып жатыр. Манипуляция енді может X-сайын деформация алуы мүмкін. Манипуляция что-то онша емес. Яғни осылай жүріп, X-сайын де болып, осылай кететін шығар мүмкін. Жоқ, манипуляция болды, жақсы бізде. Ликвид тазарылды. Енді K-level'ға келсе, баға қазір осы жерден уже шорт позициясын қарауға болады. Даже K-level'ға келмейді екен бұл жолы. Жалпы ішкі ликвид K-level'ға жетпеді бірақ бұл моментте. Қараңыз қалай жетпей қалған. Бірақ логика түсінікті деп ойлаймын. Біздегі мақсатымыз мынау лоу болды. Яғни PDL. Жақсы енді алып тастайық мына жерді, тазартайық, қайтадан күнге өтейік. Мен сізге дәл осы аптаның полный логикасын түсіндіріп өтейін. Мына жер бізде іште жабылды ма сонда? Келесі күн ашылды. Ішінде жабылған екен, бұл жер бізде күндік бойынша ішінде жабылды сондай. Келесі күн ашылсыншы. Вот болды түсінікті енді. Келесі біздің мақсатымыз сонда мынау хай болып тұр. Яғни келесі бізде четверг күні ашылды, среда жабылды, четверг күні ашылады. Біздің мақсатымыз бірінші мақсатымыз енді ПДХ болды. Бірінші мақсатымыз ПДХ. Жер чуть түсініксіз бізде жарайды. Өйткені күндік свечамен түсініксіз болып тұр. Күндік жабылды ма, ашылды ма? Жоқ, мына бізде среда бүгінгі күн екен ғой. Четверг емес, бүгінгі күн екен. Бірақ бүгінгі күн қараңыздар. Значит, қараңыздар. Лоуын мына жерден алған болса, баяш жасаған болса. Цель бізде PDL болды. PDL уже бізде сразу шешіліп қойды. Күн ашыла салып шешіліп қойды бізде PDL. Енді біздің мақсат ретінде енді ішкі кварталмен қараймыз. Ликвидтік мақсат ретінде бізде мына ликвид бар бағана күнмен жасағанда хай. X-сайын деформациясы болып тұр. Яғни IMDX деп қарамаймын мынаған. Жүрдегі мынау ішкі ликвидпен QML. Бұл жай ғана коррекция болып тұр. Жай ғана коррекция. Біздің мақсат мына хай.
Бізде Carol бар, классикалық үй. Ал енді кетті бізде баға. Келесі күн алып тұр ғой. Вот келесі күн алғанымда себебі қараңыз, мына жер ішінде жабылып тұр ғой енді бізде. Мына күннің ішінде жабылды свеча. Яғни вторник күнің, среда күні жоғары жабылды, ішінде жабылды, лоуын тазартты. Енді келесі бізде четверктің целі ПДХ және мынау ликвид болып тұр. Бұл ликвидностар алынды, тазарды. Енді дәл осы күнді төртке бөлейікші. AIMDX формациясы болып жатыр ма бізде сонда қазір? AIMDX формациясы. Значит, қазір біздегі дәл қазір манипуляция болды уже бізде. Манипуляция болды. И шорт. Көрдіңіз ба? Қалай жұмыс жасап жатқанын. И бізде апталық PVL алынды. Апталық PVL алынды. И бізде жұма күні. Жұма күні не істейді? Жұма күні бізде AIMDX формациясы болып тұрма получается. Ликвид ретінде. Үстінде бізде мына жақтан алатын болсақ, бізде не бар? Өзгер алуға болады. Цель мақсатымыз осы лоу, PDL, немесе біздің жақын мақсат уже Q1 лоу болады. Q1 лоу. Баға уже XAM формациясына ұқсап келіп жатыр. Ол кетті. Q1 лоу тазартты, кетті. Все, мына жерді тазартайық енді, қараңыздар. Енді тағы былай істейміз. Мына ситуацияны былай ауыстырамыз, яғни, қараңыздар. Мына PVH PVL деп алған жеріміз енді мына апта болады да. Ал дәл осы жерде болған жер процесс біз мына аптаға енгіземіз енді. Түсініңіздер ме? Бізде апта бітті ғой енді. Былай жасаймыз. PVH мен PVL қазіргі біткен апта болып тұр енді. Болашақ апта үшін. PVH және PVL. Не болып кетті бізде? Неге бұлай болып жатыр бұл? Түсініксіз нормально. Так. Былай істейік. Мына бізде пятница. Мына бізде понедельник.
пвх және пвл. О, бізде понедельник ашылды. Алдыңғы понедельник. Бізде жұманы тазартты. Оның алдын қарасаңыз, среданы четверг тазартқан. Шорт келе жатыр ғой, былай айтқан кезде. И баға не істейді, осы кезде бізде вторник күні осылай ішіне жабылады. Яғни понедельникті тазартады, ПВЛ-ды алады, и осындай свеча болып жабылады. Уже бізде понятно, уже баға қайда баратын. Баға уже цель уже сразу ПВХ болып тұр, мына жақ болып тұр. И бізде уже среда күні ашылудан кейін. Осылай жабылады, среда күні ашылды. Бұл жердегі барлық ключевой уақыт осы жерде болып тұр, средада болып тұр. Өйткені бізде ликвидность қалыптасады бұл жерде. Емес, бізде тақ астынан стоп. Ликвидность қалыптасты, және бізде K-level ретінде алған болатын бізде. Так, мен телеграмға жібергенім қараңыздар. Дәл осы жерде. Бізде цель, 1 сағат таймфрейм, цель, қайда болды, ПВХ болды. Бұл бізде 1 сағатта, әлі 5 болып тұр. ПВЛ және біздегі келесі целіміз, яғни ПВХ болып тұр. Мына ПВХ және біздегі ең жақын хай. Осы болып тұр ма? Бұл понедельниктің хай. Қараңыздар, қалай отработкасын берді осыдан кейін. Жаңалық шықты ғой бізде кеше фомс. Сол фомстан болған жағдай. Просто ПВХ-ға былайық барып бере салды, бір свечамен 1 сағаттық. И осылайша біздегі кешегі еуродан болған позиция осылай болды. Осылай ашылды. Тағы бір қызық нәрсе бұл жердегі. Мен осы жерде бұға қойып қойғам осы моментте. Бағана жерден бір коррекция жасадым ма жерде. Дәл осы коррекцияда мен без убытокпен шығып кеттім. Өкінішке орай. Бұл и кайфуем от процесса деп бұл ұстап қалдық. Басқалар ұстаған жоқ негізі. Мен ұстап қалдым. Слайд доу, послелер. Күткен позициям, после. Арғарайдан кешегі ойым уже шорт болады деген. Жалпы кешегі енді анализім, енді қараңыздар, кешеге дейін, жұма күнге дейін менің бұлай болды. Жеріне ішкі ликвид алынған, бірақ мен мына ликвидті алдым, және мына жақтардан баға алуын келеді деп қараған. Баға, яғни осылай құласа, ликвидті алып, и дальше лонг. Жоқ, баға не істейді бұл жерде бізде. Мына ішкі ликвидпен жұмыс жасап, кетті дальше.
xi деформациясымен. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Жалпы осылай разбор бітті негізінен. Басқа ешқандай жоқ кешегі күннен. Айта кететін нәрсе, приват каналға наборы ашық. Қосыламын десеңіздер, маған жеке жазыңыздар телеграмға. Бағасы 50 000 теңге, бір айлық подписка. Өздеріңіз көргендеріңіздей, не деген білімді аласыздар, не деген идеяларды аласыздар. Нарықта батқаныңызде түсінуге өте үлкен шанс. 50 000 теңге түкке тұрмайды деп ойлаймын бұл бұндай білімнің қасында және идеялардың қасында. Бұл видеоны 3 бөлімнен саламын мен, бөліп қосыламын десеңіздер, маған жеке жазыңыздар, набор ашық. Барлықтарыңызға сәттілік.